Сәлем балалар, қалдарың қалай? Бүгін біздің каналда қазақ тілі сабағы 2 сынып 115 сабақ. Бүгінгі өтетін тақырып бізде сын есім. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді біз сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, қандай сұлу, қандай жақсы, қандай таза, қандай қоңыр. 46-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Самыркеш ақшыл жолақтары бар, қоңыр қызғылт түсті орман құсы. Ол ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады. Ұя салар кезінде қалың орман ішіне енеді. Адамдарға көрінбеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестерімен қоректенеді. Осылайша табиғатқа едәуір пайдасын тигізеді. Мәтін не туралы? Мәтіннің түрін анықта. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Мәтін самыркеш құсы жайлы. Мәтін сипаттау мәтіні болып табылады. Қарамен жазылған ақшыл, қандай ақшыл, және қоңыр қызғылт, қандай қоңыр қызғылт. Қарамен жазылған сөздер сын есім болып табылады. Бұл сын есімдер самыркеш құсының түсін білдіріп тұр. 47-ші жаттығу жұмбақты көркем жаз шешуін тап. Сырты жасыл дәні қара, іші қызыл шырын ғана. Жұмбақтың шешуі қарбыз. Сын есімдердің астынсыз жұмбақтың шешуін табуға қай сөздер көмектесті? Өзің қорытынды жасап көр. Бұл жерде бізде сын есімдер жасыл, қара, қызыл. Жұмбақтың шешуін табуға бізге осы сын есімдер көмектесіп тұр. 48-ші жаттығу суреттер бойынша мәтін құрастыр. Аю мен қонжық. Аю қонжығын суға түсуге үйрету үшін судың жағасына ертіп келді. Қонжық судан қорқып түсуден бас тартты. Әкесі оны желкесінен тістеп әкеліп суға тастап жіберіп еді, қонжық бірден малтып кетті. Біраз уақыттан соң қонжықтың бойы суға үйреніп, су оған ұнай бастады. Аю да баласының қорқынышын жеңе білгеніне риза болды. 49-шы жаттығу. Кесте бойынша сын есімдерді мағынасына қарай топтап жаз. Түске жасыл, күлгін, боз жатады. Дәмге ащы, қышқыл, дәмді, тәтті. Көлем бойынша үлкен, ірі, кіші. Пішіні бойынша домалақ, ұсақ, сопақ, сүйір. Сапасы бойынша жақсы, құрғақ. Міне бұл сөздердің барлығы сын есім болып табылады. 50-ші жаттығу. Ребусты шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Тауық дегенде артындағы 3 әріпті алсақ та деген шығады. Қаз дегенде алдындағы 2 әріпті алып тастасақ з әрпі шығады. Ай дегенде соңғы и әрпін алып тастасақ а болады. Сонда бізде сөз жұмбақ. Ребуста таза деген сөз шығады. Таза сөзіне сөйлем құрайтын болсақ, мысалы, әсет бойын таза ұстайды. Осымен бүкіл жаттығуларды орындап болдық. Сау болыңдар балалар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.